Сәлем достар, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып варусный, яғни X-образный. Баланың аяғында X тәріздес, алдыңғы тақырыпта мен O-образный көрсеткен болатынмын, O тәріздес баланың аяғы. Енді X-образнийге жасалатын массаждың қалай массаж жасалады соны көрсететін боламын. Көрдіңіздер ғой да? Варусный и нижний конечный. Аяқ жағы да ішке қарай барады, жүрген кезде ішке қарай басып жүреді. Осығанда қалай жасалатынын көрсететін боламын. Ең алдымен каналға подписаться деп тіркеліп кетіңіз. Тіркелмеген болсаңыз, лайк басып кетіңіз осы видеоға. Осы видеоға лайк басып кетіңіз. Сөйлей алмай қалдым ғой. Тілім шайналып кетті ғой. Бұндай неге ортопед назначение береді. Массаж, негізі массаж плюс парафин береді. Парафин айтып айтқан жоқ па? Парафин айтқан жоқ, Парафин. Тек физичение айтты. Физичение и массаж. Ал O-образнийге физичение бермейді, именно X-образнийге физичение береді, кальциймен. Солай, жаңағы алдын мен көрсеткенде O-образнийді көрсеттім ғой видеосын, ол кезде сырт жағынан жасаймыз дедік. Ал бұда іш жағынан жасаймыз достар. Іш жағынан жасаймыз. Мына жағда ішке қарап жүреді дедік қой, бұны сырт жағынан жасайсыз. Мұқият көрсетемін бәрін, жақсылап қарап отырыңыз. Бұл неден пайда болады? Бұл мысалы кальций жетіспегеннен де пайда болады. Және тұқым қуалайды еще бұл. Тұқым қуалайды. Потом бала ерте жүрсе де осындай пайда болады, ерте жүрсе де. И ходонокқа салып қойса да баланы осындай X-образный болып кетеді. Түсінікті ғой да? Бұны дер кезінде алдын алуға болады, кетіруге болады. Массаж плюс электрофорез, парафин арқылы да. Так, видеоға лайк басуды ұмытпайық достар. Лайк басақ, и осы видеоны WhatsApp группаға жіберіңіз, обязательно. WhatsApp группаларға жіберіңіз. Басқалар біліп жүрсін да. Май жағып аламыз. Табаннан бастаймыз достар. Табаннан мына тобықтың айналасын көбірек мән бересіздер. Хорошо? Арман, наяқтан түсіресің ау? Табан жасаймыз, жақсылап тұрса табан жасаймыз. Мына жаңа айттым ғой, ішке қарай басып жүрген кезде. Көрдіңіз ғой, осылай. Уже мына X-образный емес, не только уже мына жағына да уже әсер етіп отыр да. Ондай жағдайда сырт жағына көбірек мән береміз достар. Үй жағдайында өзіңіз істесеңіз болады деп отқаным ғой солай. Жоқ, жасай алмаймын ойбай десеңіз, массаж шақырасыз. Мәз ғой. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойып отырыңыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса. Осындай X тәріздес балдарды көргенсіз ба? Туыстарыңызда, немесе достарыңыздың балдарында болды ма деген сияқты. Комментарийға жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса. Жақсылап мына тобықтың айналасын жасаймыз достар. Тек массаж ғана емес, обязательно ЛФК-сымен қош жасайсыздар. Тек массаж ғана емес, ЛФК-сымен қосып жасайсыз. Қазір көрсетемін. Жақсылап жасаймыз. Раз, два, три. Бір. Көріп отыр ма? Бір, екі. Осылай ұстап тұрасыз мына жерін. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Раз, два, три, бір. Так, мына тобық жақтарды жасап болғаннан кейін уже мына жақ өтеміз. Жаңа басында айтқанымдай ішінен жасаймыз достар, ішінен. Чтобы мынау X болып тұр ғой, осыны кішкене сыртқа шығаруымыз керексіз. Енді бірден шығып кетпейді. Жай-жай массаж, парафин, электрофорез арқылы шығаруға болады. Аяққа көп нагрузка түсірмеу керек. Бұл X-образный болса, мысалы да ауыр көтермеу керек. Мысалы сумка, анау-мынау ауыр зат көтермеу керек, аяққа нагрузка түсірмеу керек та. Үшін бір сөзбен. Айтпақшы, оразаларыңыз қабыл болсын, ораза ұстап отқандар. Іш жағынан осы тізенің айналасын көбірек жасайсыздар. Тізенің үстін қатты басуға болмайды, осыны айналасын. Балаң сүйіп кетті, бір көрпе қарсын. Бір құрақ көрпе. Көрдіңіз ғой достар, жақсылап бұқалаймыз. Примерно бір 7-8 минуттай бір аяққа көңіл білесіздер ғой. Раз, два, три. Бір. Основной бір жасқа дейінгі балдарға мысалы общий массаж жасалады. Ал осындай мысалы уже 2 жас, 3 жас балдарға мысалы қандай жерінде ақауы бар, сол жерге көбірек мән бересің да.
Сыртқа қарай басатындар да бар достар, сыртқа қарай. А бұл ішке қарай осылай сырт жағынан жасайсыздар. Көрініп жатыр ма өзі? Достар, міне осылай жасайсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Массаж плюс парафин. Электрофорезді мына екі жерге қояды ғой үшін. 3, 1. Міне достар. Біткен кезде. Бұда енді ондай қатты қорқатындай емес. Қатты қорқатындай емес, достар. Бірақ барда кетіруге болады. Google'ден қарасаңыздар болады, біреулерді кәдімгі чирургтер білініп тұрады. Потом элфкасы жүреді міне. Гимнастикасы да. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Екінші аяғында да солай жасайсыз. Міне 1, 2, 3. 1, 2, 3. Міне 1. Аккуратно. 2, 3. Болды. Лайк басайық достар, видеоға обязательно лайк басайық. Подписаться етіп каналға тіркеліп кетіңіз.